Başındaki половине Күйбең тіршіліктен ада күйге Жетелейді терең ойға кейде Бұл өмірде небір жылтырып көргенмен Өз-өзімнің өлген жөн деп білдім мен Әлі бұлқынар бұл жан өркеудемен Дененен дегенмен Ата-аналар жиналысына не үшін келмедіңіз? Бұл ата-аналар жиналысына келуге де уақыт болмай кетті. Бала шағама қарауға да уақыт болмай кетті. Айтпақшы, балам тәртібі қалай, сабағы қалай? Балаңыз жақсы, шуламайды, бірақ тым тұйық. Балдармен араласпайды, араласуы, сөйлеуі қиын. Баланың аузынан сөз шығару қиын, балдармен ойнамайды. Мына жақта өзіңіз қарасаңыз да болады. Балам жақсы, бірақ сыртқа шыққанда осылай тұйықталып қалады. Балаңызды қараңыз, ана жақта отыр. Басқа балдармен қосылмайды, ойнамайды. Жетелейді терең ойға кейде Ол кейде Бұл өмірде небір жылтыр көргенмен Өз-өзімнің өлген Сабақ қашан бітеді? Балалар осы сабақтан кейін қайтады. Жарайды, онда мен күте тұрайын, иә? Жақсы, рахмет, сау болыңыздар. Жарайды, сау болыңыз. Құрметті ата-аналар, әр ата-анада өзінің көкейінде жүрген сұрақ осы балама дұрыс тәрбие беріп жатырмын ба, ертеңгі күні болашағы қандай болады деп, әрине әрқайсысы уайымдайды. Ондай уайым менде де болды, біздің командада да болды. Сондықтан да біз өзімізге миссия қойдық. Бізге келген әр баланың шығармашылығын ашып, тұлға болып қалыптасуына қызмет ету деп. Ой, хабарласып көрейінші. Алло, саламатсыздар ма? Саламатсыздар ма? Қош келдіңіздер. Саламатсыздар ма?